енді еліміздің тәуелсіздігі менің ойымша, тек қана менің ойымша емес, қазақтың барлығы солай ойлайды ғой, 86 жылы басталды әлгі балалардың, жастардың көтерілісінен. 88 жылы мені мәдениет саласына жіберді жұмыс істеуге. Облыстық мәдениетті басқардым, Көкшетау облысының мәдениетін басқардым. Сол кезден бастап еліміздің енді тәуелсіздіктің ең басында мен жұмыс істедім. Өзімді сол бақытты деп санаймын сол кезде жұмыс істегеніме. 1 наурыздар өтті, 89 жылы Көкшетау облысында, Көкшетау қаласында түрін өткіздік. Қазақ ояна бастады, рухымыз көтеріле бастады дегендей. Сол кезде тәуелсіздік үшін тойларымыз өте бастады. Абылай ханның тойы, енді ол тек қана той емес, біз өз-өзімізді біле бастадық. Өз-өзімізге сене бастадық, рухымыз көтеріле бастады. Тәуелсіздік болып отыр ғой елімізде, еліміз көтеріліп келе жатыр. Енді мынау тәуелсіздіктің алдында, мерекенің алдында барша елімізге, көкшетаулықтарға құтты болсын деймін. Аспанымыз ашық болсын, баршамыз бақытты болайық, отбасылар мықты болсын, еліміз мықты болсын, тыныштық болсын. Тек қана тілейтініміз тыныштық, жақсылық, экономикамыз дамып, осы ата-бабаларымыз қалдырған байтақ жерімізге ие болып, сол елді ие болып қана емей, көркейтіп жүрсек, солай болады деп ойлаймын. Сол жақсылық тілеймін баршаңызға.